сенемін, өйткені сіздер елдің болашағысыздар. Айша Жалғаныш, мен саған сенемін деп ойыңды айтасың. Кез келген оқушы. Мен саған сенемін, өйткені сен адал досың. Мамыша. Аслан, мен саған сенемін, себебі сен адалсың. Алтын, мен саған сенемін, себебі сен анықтамай туған жерді тауып келесің. Ой, керемет. Сізге сенемін, сөйтпен сіз жақсы көресіз. Рахмет, оқушылар. Өз-өзіне сенемін деп қошқылар таппайсың. Жақсы балалар. Енді бүгін біз міне Қанипа Бүтібаева зертханасында сабағымызды өткізіп жатырмыз. Сондықтан сабақтың өн бойында ой тастау, ойланту технологиясы бойынша сабағымыз жүзеге асады. Бұған дейін біз бесеудің хаты шығармасын бірінші сабақ талдаған болатынбыз. Ендеше бүгін қазір осы шығармаға қатысты қандай ой пікір бар екен сәйкес келетін. Қабырғаны шарлау, қабырғадағы ой әдісі жан-жағымызға қарайық. Қандай ойлар бізге сәйкес келеді екен осы шығармаға. Тұрсаңыздар болады, жүріп қарасаңыздар болады. Айта ғой. Бұлай айналып, мына жақтаңдар, қай жаққа барсаң да шарлайды. Жақсы. Тұрсын жұртбайдың пікірі сәйкес келеді дейді. Қандай ой екен? Қазақ зиялылары жазған бесеудің хаты қазақ тәуелсіздік жолындағы күресінде үлкен орны бар хат. Себебі халқы миллиондап аштан қырылып жатқанда өзінің пікірі мен қарсылығын білдірген, халыққа жаны ашыған азамат нағыз зиялы. Сондықтан да бұл 5 адамды халықтың рухани күші, селтері деп атауға болады. Олар адамдықтың, азаматтықтың үлгісіне айналды. Тамаша. Тұрсын жұртбай. Неге бұл пікірді алып отырсыз? Қандай қатысы бар біздің драмаға? Менің ойымша бұл пікірде қазақ тәуелсіздігінің бастауында айтылған, яғни сол кезде халқы миллиондап аштан қырылып жатқан кезде қазақ зиялылары өздерінің қарсылықтарын білдіріп, пікірлерін білдіріп, тарихта мәңгі орындарын қалдырып кеткен. Не арқылы? Бесеудің хатын жазу арқылы. Тамаша, жарайсың. Рахмет. Енді мына жақ қабырғаны шарлайықшы, қандай пікір ой сәйкес келеді екен? Тіл білімі деп тұр, кет балалық деп тұр, Шерхан Мұртазаның ойы тұр. Қай ой бізге сәйкес келеді екен? Тамаша, айта ғой. Рухы мен намысы сөнген ел, өлген ел. Өлген рухты қайта көтеру міне қазіргі таңдағы басты мақсат. Қып-қызыл өтірікті көтере беретін осы дүние ғана. О дүниеде ондай болып өтпейді. Шерхан Мұртаза. Тамаша, пікіріңіз неге бұл сәйкес келеді екен бізге? Менің ойымша күрделі тарихи жағдайда елдің жағын жақтаған бесеу қазақтың рухы мен намысын өлтірмеді. Голощекин қолдан геноцид жасаса да, драманың эпилогында о дүниеде әр нәрсенің сұрауы бар екендігі айтылған. Эпилогында осындай пікір білдіреді екен, рухы сөнбейді деп. Тамаша, рахмет сізге. Дұрыс па? Тамаша, ендеше балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Біздің шығарманың атауы бесеудің хаты деп аталады. Ал қазіргі таңда бізге хат не арқылы келеді? Айфон келеді, телефон арқылы келеді. Міне WhatsApp арқылы келеді екен. Жақсы. Ендеше міне сіздерге SMS-тер келіп тұр. Мынандай хатты кез келген алып, топқа бөлініп алсаңыздар. Таңдамаймыз, жылдан аламыз. Таңдамаймыз. Бізде екі топ бар, әдебиетшілер және тарихшылар деген. Мақсатымызға сай, көркемдік және тарихи болған сұрақтыңыздар ма? Ашыңыздар, қай топқа барасыздар, көп қалыс болса ма? Заттарыңыздың алсылай топтан қарашыз. Жылдан. Дәлі осы топқа қалышы. Жақсы бала. Бұл қашты сайрап алайық. Мына топта кім топташысы? Адель сараймыз. Жақсы. Адель топтың жұмысын жасауды білесізге. Екінші топ әдебиетшілер тобында кім топташысын сайлаймыз? Тоғжан. Бір ауыздан Тоғжан жұмысын елестіресіз. Бағалар критериялар және айтты. Шығарманың көркемдік құндылығын анықтап бағалаймыз және тарихи құндылығын анықтап бағалаймыз. Сонымен қоса сіздердің алдарыңызда өзін-өзі бағалау парағы тұр. Күнделікті сабағымызда қолданамыз. Соны әр тапсырманы орындап отырған кезде және аты-жөндеріңізді жазып қойыңыздар, белгілеп отырасыздар және дискриптор мен балл саны критериялар алдарыңызда ұсынылған. Енді құрметті оқушылар, сіздерге
бойынша дайындалып келуге берген болатын. Ендеше қазір дөңгелек үстел әдісі бойынша дискрипторлар алдарыңызда тұр. Сұрақтарға жауап беріп көрсек. Бірінші топ. Драмада оқиға қай жерде өтті дейді. Кім айтады? Драмада оқиға қай жерде өтті? Тоғжан айта ғой. Бұл шығармада бірнеше уақыт пен кеңістік бар. Ең алғашқысы ол Голошекин ашқан жиын, яғни екінші неткен шақ ол Мүсіреповтің өткен шаққа оралуы, қазақ ауылдарындағы ашаршылық көрінісі. Үшінші неткен шақ ол қайта бюро жиналысы, яғни хатты жазған, бесеуге айтылған үкім. Соңғы неткен шақ ол от дөңгелек, тозақ пен жұмақ көрінісі. Тамаша, дұрыс айтты ма? Тамаша. Енді балалар, бұны біз өткен сабақта талдағанбыз, мекен шақ уақыт пен кеңістікке, яғни мұнда бірнеше метафориза бар екен, бірнеше мекен шақтар екен. Жақсы, келесі кеттік. Келесі сұрақ. Оқиғаны жоқ, бесеудің хатын жазған кімдер дейді, кімдер? Алсайық. Хаттың авторлары жазушы Ғабит Мүсірепов, Алматы мемлекеттік той. Ғабит Мүсірепов, тағы екіншісі. Алматы облысының басшы қызметкерлері Еңберген Алтынбеков пен Мұзаш Дәулетқалиев. Жақсы. Қазақ мемлекеттік баспасының меңгерушісі Мұхтар Батаулин. Соңғысы. АКСР мемлекеттік жоспарлау комиссиясының сектор басшысы Қадыр Қуаныш. Тамаша, дұрыс па? Толық айтып шықтыңыз, атауын айтсаңыз болады. Ал жақсы. Келесі біздегі сұрақ. Оқиғаның негізгі идеясы неде деген сұрақ берілген екен. Кім жауап береді? Ал Айдана. Менің ойымша, елбасына түскен азаттық күндер мен одан шығармашылыққа қойылған 2 миллион халықтың тағдырын болашақ ұрпаққа бізге көрсетті. Тамаша, дұрыс ойлайсыз. Дұрыс айта ма? Мен дұрыс ойлайтын жақсы. Келесі сұрақ бізде. Шығармада көркемдік шындық басым әлде тарихи шындық басым ба? Айша, неге көркемдіктісін айтады? Менің ойымша, бұл шығармада тарихи шындық басым, себебі бұл шығармадағы бесеудің хатындағы 5 кейіпкер шын өмірде де болған, Голощекин мен Сталин сол кезде басшылық жүргізген, соның барлығы тарихта болған нағыз фактілер деп ойлаймын. Тарихи шындық басым деп ойлайсыз. Дұрыс ойлайсыз, дұрыс айта ма? Бағалап кетсеңіздер. Соңғы сұрақ, драманың авторы кім? Ал, Мұхтар Мағауин. Дұрыс па? Жақсы балалар. Енді біз келесі сабағымызға көшетін болсақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаңа өздеріңіз айтып кеттіңіздер. Драмадағы жаңағы тарихи құндылықты анықтау. Бүгін дәптеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазайық. Біріншісі тәуелсіз фильмі. Тақырып бізде бесеудің хаты. Отырта жазып. Жақсы балалар, осаңыздар сабағымызды ой қозғау мен бастайық. Тарихи құндылықты анықтау үшін сол кезеңдегі тарихи оқиғалармен таныс болайық.
сапасы жайлы не естідік? Ұжымдастыру үдерісі қалай өтті? Ұжымдастыру саясатына қарсы қандай әрекеттер болды? Кеңес үкіметі Қазақстандағы аштыққа қарсы қандай шаралар ұйымдастырды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстандағы ұжымдастыру саясаты жайында не білесің? Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру 1929 жылы жүзеге асырыла бастады. 1930 жылы 1 сәуірде ұжымдастыру шаруашылықтың 50%-ын қамтыды. Кеңес үкіметі жұмысшылар мен шаруалардың үкіметі болғандықтан, мұнда байлық, жекеменшік деген болмауы керек. Барлығына ортақ, мемлекеттің меншігі болуы тиіс еді. Осындай теріс саясаттың салдарынан негізгі күнкөрісі мал болған қазақтар малдарынан айырылып, аштыққа ұшырай бастады. Егерде ұжымдастыру қарсаңында республикадағы мал саны 40.500.000 болса, 1933 жылы одан 4,5 миллиондай ғана қалды. 1930-1932 аштық жылдары қарсаңында Қазақстан халқының саны 5.200.000 болса, 1933 жылы 2.100.000 адам қалды. Яғни халықтың 49%-ы аштықтан қырылды. Ұжымдастыру саясатына қарсы қандай әрекеттер болды? Көшпен жүргізілген ұжымдастыру саясатына қарсы Қазақстанда жалпы саны 372 бас көтеру болып, оған 80 мыңдай адам қатысты. Торғай шаруаларының батпаққара көтерілісі Қазақ өлкелік комитеті тарапынан бандиттік басмашы қозғалысының көрінісі деп бағаланды, сырылумен ерекшеленді. Бұл көтерілістердің барлығы кеңес үкіметі әскерінің күшімен басып жанышталып, көтерілісшілер аяусыз жазаланды. Кеңес үкіметі Қазақстандағы аштыққа қарсы қандай шаралар ұйымдастырды? Қазақстанда болып жатқан осы аштық туралы жүздеген қазақ азаматы, сонымен бірге Қазақстанға жер алып келген ресейлік зиялы қауым өкілдері Мәскеуге хабар жіберді. Белгілі қазақ қайраткері Тұрар Рысқұлов 1933 жылы наурызда Сталинге ашық хат жазған. Сонымен қатар Қазақстан өлкесін басқарған Филипп Голощекинге асыра сілтеу саясатына қарсы қазақтың қоғам қайраткерлері Ғабит Мүсірепов, Мұташ Дәулетқалиев, Емерген Алтынбеков, Қадыр Қуанышев, Мансұр Ғатауллин ашық хат жазды. Алайда бұл хаттарға үкімет тарапынан жауап болмады. Жақсы балалар, осы видеода қандай тарихи кезеңдер сипатталған екен? Аштық, иә. Ал енді біздің драмаға байланысты, драмада кездесетін кейіпкерлер тарихи тұлғалар екен. Қандай тарихи тұлғалар айтылған? Голощекин, Сталин, иә. Жақсы, жарайсыздар балалар. Ендеше жұмысымызды жалғастырамыз. Топтық жұмыс сіздерге зерттеу оқу әдісімен, жаңағы Қанипа Нүкібаеваның ойланту, ой тастау технологиясын сабақтың өн бойында жүргіземіз ғой. Бірінші топ сіздерге инсерт әдісі, жаңа көрген ақпараттарыңызды, тарихи құбылыстарды байланыстыра отырып, егер бұл шығармада тарихқа қатысты ақпарат болатын болса, В белгісін қоясыздар. Егер тарихи шындыққа сәйкес келмейтін ақпарат болса, минус белгісін қоясыздар. Сонымен қоса сіздерге QR код берілген, мұнда жаңа берілген ақпараттар, тарихқа қатысты ақпараттар мақалалар жинақталған. Екінші топ сіздерге сөзді әдісі, сіздерге әдебиетшілер болғандықтан мәтіндегі тарихқа қатысты қандай сөздер бар, солар драманың идеясын ашуда қандай рөл атқарады, және драмадағы ремаркалардың қызметін айтасыздар. Сіздерге де бүкіл драмада кездесетін тарихи сөздерді мен QR сөздікке жинақтап отырмын, қажеттісін ғана қолданамыз. Бағалау критерийіміз балалар осы жұмыс арқылы біз тарихи құндылықты анықтап бағалаймыз, ал бағалаймыз өз-өзімізді жаңағы парақшамызға міндетті түрде және екі әдісімен бағалаймыз. Ал кеттік, бастайық.
договорда берген беттерін ақтарыңыз бар. Міне. Қараңыздар. Осы беттеріне қараңыздар. Босақ әдей. Болып қабыр ұштым. Bir, екі. Жақсы. Отқа енді ұштым. Болдық ма? Қане, бір, екі. Тамаша. Жақсы бала. Неше жұмысыңызды көрсетейік. Бірінші топ сіздерде инсертация бағалаймыз. Екінші топ ұнады ұсыныспен. Қане келіңіздер. Топ ашып шығар. Жақсы. Тарихи шындықпен сәйкес ақпарат қандай ақпарат екен? Біз драмадағы ақпараттың тарихи ақпаратпен сәйкестігіне келетін болсақ, біз оларды В әрпімен белгіледік. Ең алдымен Голощекин, міне авторлардың біреуі. Бұлар О басында алтау болған. Мүсірепов, Батаурин, Алтынбеков, Қуанышев, Дәулетқалиев және Қарабаев. Бірақ Қарабаев өз қатесін түсініп, соңғы сәтте қол қойдан бас тартқан және О бастаған ниеті үшін бізден кешірім сұрады. Деген үзіндіге біз В белгісін қойдық, себебі 1932 жылы 4-шілдерде хат жолданғаны ол тарихи факт болып табылады. Тамаша, жаңа да сіз айтып кеттіңіз. Дұрыс деп ойлаймын, сіздер қалай ойлайсыздар? Дұрыс па ақпарат? Келесі. Екіншіден біз тарихи факт ретінде мына үзіндіні алдық. Голощекин абайлап, сіз табыстан бас айналу атты ғаламат еңбегіңізде Сталин шор түзіп, оның саған да Қазақстанға да қатысы жоқ, қарқынды үдететіз. Қазақстанда мал көп, ал Мәскеу, Магнитогорск, Кузбасс, тағы басқа көп өндірісті қалаларды етпен, астықпен қамтамасыз ету керек. Соны жеделдет, ұқтың ба шай, байқа. Біз осы үзіндіден ашаршылық туралы ойды байқадық. Және де жаңағы QR код арқылы алған мәліметтерден және көрген бейнероликтен біз ашаршылықтың 1930-1932 жылдарын қамтығанын біле алдық. Сол жылдарда ашаршылық ауыл шаруашылығын ұжымдастыру нәтижесінде пайда болған және де ашаршылық пен эпидемияның кесірінен 40% халықтың 40%-і қырылып қалған. Тамаша, жақсы, жарайсыз, сіздер келсесіздер ме пікірмен? Келесі? Тағы бір негізгі тарихи факт мына үзінде берілген. Голощекин ұтылып, жас жұмақтар бар. Шетінен Ұлтшыл, шетінен Алашорда, әлгі Байтұрсынов, Дулатов, Жұмабаев, Мазай Сипалов, Аймауытов, Әуезов шетінен қамауға алды. 1937-1938 жылдары қазақ халқының оқыған, көзі ашық азаматтарын қынадай қарда қамауға алды. 2 жылдың ішінде 25 мыңнан астам қазақ жазаланып атылып кетті. Және де үзінде ататалған алаш арыстарында тарихи дерек деп ойлаймыз. Тамаша, мен келсем, сіздер келсесіздер ме?
Қандай? психологтар сәйкес келмейтін ақпарат. Ол үшін біз мына үзіндіні алдық. Ана дүние ғарыштың сарындағы музыка, кілең ақ келген аруақтар. Бейнесі бүтін бір зат жоқ. Бәрі құбылып тұрады. Ұқтыр-ұқтыр тұмар қаптап қайта айшылып ойдың-ойдың олар арасындағы аруақтар деген лига ілес береді. Арғы бетте ойпанда тамақ лапылдап жатады. Ол жақтан шынынған, ыңырсыған, ышқынған дауыстар естіледі. Бергі бетте өрдешнар сияқты ағаштың түбіне екі елес шыға береді. Біреуі Рысқұлов, біреуі Мүсіркүл. Осы үзіндіні алдық. Өйткені мұнда автордың шешімі ретінде ана дүние берілген болатын. Ал ана дүниенің барын жоқ екенде әлі ешкімді көзі жеткен жоқ. Және ол қазіргі кезде дәлелденбеген деп ойлаймын. Дәлелденбеген деп ойлайсыз? Мен де келсем, сіздер келесіздер ме? Енді ұнады ма? Қандай ақпарат ұнады? Ұсыныстарыңыз бар ма? Қандай ақпарат ұнады? Айта ғой. Тарихи шындықпен сәйкес келетін ақпарат және тарихи шындықпен сәйкес келетін ақпараттарды толықтай айтты. Жақсы, жарайсыздар, қойылыңыздар. Екінші топ басшысы кім шығады? Сіздерге ақпаратсыз болса, ал жақсы кетті. Драмада көптеген тарихи шындыққа сәйкес келетін сөздер берілген. Біз шығармамен және көркемдік сөздер салыстыра келіп, сол шығармада ең жиі кездесетін сөздерге тоқталатын болсақ. Қандай сөз? Коммунистік партия әлемдегі бірқатар елдерде құралған марксшіл саяси ұйымдардың ортақ атауы. Панчеркист ұлы түркі халықтарын біріктіруге, өзара нығайтуға үндейтін жалған қоғамдық саяси. Октябрь революциясы 1917 жылы 25 қазан күні Санкт-Петербургта болған саяси тарихи оқиға. Бұлар қайда білесіздер? Тарих оқыңыздар ма? Тарих сабағында? Жақсы. Ал кеттік. Коммунистік жүйені мойындамай өкімде шығарылды. Ол сөздер драманың идеясына жүр үлкен рөл атқарады. Себебі осы сөздер арқылы біз драманың бейнесін көре аламыз. Екінші сұрақ болған сіздерде ремаркалардың қызметі қандай қызмет атқарады екен? Егер де біз ремаркалар шығармада қандай қызмет атқарады деген сұраққа келетін болсақ, шығармадағы ремаркалар үш түрлі қызмет атқарады. Біріншіден ол автордың кейіпкерге деген көзқарасын көрсетеді. Оны біз мына жердегі Мүсірепов тағдырлана, дауыс дөрекі деген жерлерден байқаламыз. Ал екіншіден кейіпкердің іс-әрекетін немесе мінез-құлқын көрсетеді. Оны біз құрамыз жағымпаздана, елеусіз жан-жағына қарап деген жерде көруімізге болады. Ал үшіншіден авторлық идеяны көре аламыз. Оны құрамыз қыстырыла кетіп және Голощекин талып қалғанда жан-жағына қарап деген жерлерден көре аламыз. Ал егер де біз оны қазақ тілімен байланыстыратын болсақ, қазақ тілінде көсемшенің жұрнақтар жасалған байқадық. Тамаша деп ойлаймын. Мен сіздер қалай ойлайсыздар? Ұсыныстарыңыздар ма? Жоқ. Ұнады ма? Қай ақпарат ұнады? Қазақ тілімен байланыстырған. Байланыстырған ұнады екен. Тамаша, отыра отырыңыздар. Келесі балалар, жазыққа ғой. Жеке жұмыс жасайық сіздер балдарыңызға. Қайтыңыз. Алдарыңызда драмадан толық нұсқасы берілген. Бірінші топ сіздер тек қана теңеу мен эпитеттерді ғана қарастырасыздар. Екінші топ сіздер әзірлеуші болғаннан кейін мақал мәтелдерді тұрақсыз тіркестері болса қарастырасыздар. Бір-екіден ғана алсақ болады, бұл жеке жұмыс. Жақсы? Уақыт. Сіздер теңеу мен эпитетті ғана. Беріле отырсаңыздар болады, мұны материалдарыңызға. Стикерларға жазып отырсаңыздар, тамаша болатын еді. Стикерлар материалдарыңызға берейін. Біздің бағалар көтереміз, өткенді құндылығын анықтаймыз. Сағат қосымша уақыт берейін, 30 секунд.
Taktınız mı? Sıfırға жасаңыз. Жоқ, жеке-жеке жазыңыз. Аяқтадық деп ойлаймын, балалар. Толыққа жұмысымызды уақыт аяқталды. Қолымызды көтерейік, қаламды тастаймыз, уақыт аяқталды. Тоғжан соған тосқымыз. Бір, екі. Тамаша. Балалар, бірінші топ сіздер оң жаққа жабыстырасыздар. Екінші топ біз X0 ойынын ойнаймыз. Енді бірінші бізде қандай теңеу бар? Қандай теңеу бар екен? Қара қатарлы. Головщикке қатысты ремаркада шақпасындай теңеуін байқадым. Тамаша, недавай жабыстыралым. Астында екінші теңеу бар. Мұхаммад жолында сірағы седан сұрықтай, бір-екі үйіншіліктай деген теңеулер бар. Тамаша, екінші жабыстыралым. Кеттік, келесі қандай теңеу бар? Диас. Құстай тозаңдай. Дұрыс деп ойлаймын мен. Жарайсыз. Келесі Аслан. Шындан айырма бастай түйе торты деген түйелер үстін қайтала деген түйелер. Тамаша, жарайсыз. Анель, шыға ғой, мен жайшы. Қандай Плащасына теңені там және хронология болғанда шталамада жылда өтетін мағлосына теңені. Тамаша, қай кейіпкерге қатысты екенді айтып отыр екен, жарайсың. Кеттік Айдана. Мүсіреп сөзінде Айдана көрген бұяндай, судай деген келме ойладым. Дұшқан сөзінен қосмолдық, күйестірулдық, қылқұйрықтық көрген деген епитетер. Дұрыс таптыңыз, жарайсың. Жарайсың. Ал әмір айта ғой. Мүсіреп сөзінен қап-қара болып, қара-қара жалпы сұрақтарын байқадыңыз. Дұрыс деп ойлаймын, тамаша. Жарайсың. Ой, әмірмен осылай жақсы болды. Жақсы, барама жаңа. Сая, недавай. Мен нұрдың аузына қандай деген теңеу тапты. Жақсы. Нұрдың көп тұман, және жаңа дауыл емес. Жарайсың. Аружан қалды, е, бізде? Мүсіреп сөзінде сый заман, Голощекин сөзінде ұлы жылан деген сөз бар. Тамаша, жарайсың. Келісесіздер ма бірінші топтың жұмысымен? Келісесіздер, жақсы, екінші топ бізде мақал мәтелдер, е? Ал Нұрай, қандай мақал мәтел таптың? Келісесіздер шақалып отырайық? Бүгін қате кететін бар. Жауды аяған жыралы, және төреген кіріспе, күштімен кіріспе, ер мақал мәтелдерін табалды. Жарайсың, келісесіздер ма? Нөлге жабыстыра ғой. Кеттік. Ал Ануар. Махан ақынның сөздерінде үрелбейді, сығарға беті жоқ десе, мүсірепте халық айтса қауіп айтпайды деген мақал мәтелдер келіседі. Жарайсың. Сіз қалай ойлайсыз? Нөлге қойып жатыр екен, жарайсың. Кеттік. Мадияр. Тамаша, жарайсың. Кездесіздер ма? Мақал мәтел тап болсын. Кеттік. Нұрдәулет. Мүсіреп сөздерінде атқан қазақ айтқан шоқайғанға шоқай тағамбардың ой емес еңкейгенге әкелмей қалған қол емес деген мақал мәтел байқадым. Бар ма сондай мақал мәтел? Келісіздер? Әкелі ғой, қолында. Жарайсың. Кеттік. Тоғжан. Сөздерінде қоқадан шыққан жау жаман, бүйірден шыққан жау жаман, және іштен шыққан жау жаман сияқты мақал мәтелдер кездеседі. Тамаша. Жақсы. Келесі, жарайсың. Тамили.
бар болса, онда дұрыс деп қабылдайық. Жарайсың. Кеттік бізде Еркежан. Мүсіреповтың сөздеріне қыз күнде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген және Исаевтың сөздеріне мал аласы сыртында, адам аласы ішінде деген мақамат сөздер. Бар осындай мақамат сөздер. Тамаша. Кеттік Ерасыл. Барлығымыз айттық, иә? Жақсы, түгелін айттық. Міне балалар. Сонымен біз шығармадағы көркемдік құндылықты анықтап, оның қандай құндылықтар бар екенін, қандай көріктеуші құралдар бар екенін анықтадық. Енді балалар, жаңа біз сабағымыздың басында байқасаңыздар, мына тақта таза болған. Енді қарасаңыздар, біз білімге толы тақта, таза тақта стратегиясымен жұмыс жасап жатырмыз. Қазір бізде міне білімге толы тақта. Білімге толы тақта үшін бізге соңғы мына тапсырманы орындауымыз қажет. Яғни біз білімді алдық, енді жан-жақтан миымызға жарық түсіреміз. Прожектор әдісімен мен сіздерге қазір 3 деңгейдің тапсырмасын берейін. 3 топқа бөлінеміз. Аты жөндеріңіз жазылған тапсырмада. Сейчас топтасыңыз. Бірінші. Онда шынасыны берейін. Еркежан сіздерге берейін. Үшінші деңгей мына топқа ауыссаңыздар болады. Үшінші деңгей отады. Маркермен жаза беріңіздер, үстіне маркермен жаза беріңіздер. Сұрақ беріңіздер. Еркежан қаламды қой, Тоғжан жоя қой, бір, екі, жақсы, алып кеше бастайық. Сонымен бірінші бізде бірінші деңгей шығаруыңызды қандай сұрақ көтереміз сіздерге? Қандай жарық көтереміз?
қалай әсер етті? Қандай көркем құндылықтар бар екен? Ол шығарма тарихи оқиғаларды мен деген әсіресе жазушының эпизодтарда кейіпкерінің болмысына жақсы эпизодтар әсер етті сізге? Маған сол заман, қараңғы қазақ, саяси көз деген эпизодтар. Өзің жазған эпизодтар ұнады? Эпизодтар ұнады. Сонымен қатар жаңа теңеуді айттым ғой, Нұрхановтың толғандағы. Нұрхановтың аузына сөз салу арқылы қазақтың ашаршылығын бейнелейді және осында барлық драмадағы көркем құралдар драманың нағыз ойын түсінуге бізге әсер етті. Тамаша. Не қосарыңыздар? Галашукин сөзінде Алашорда Нисан Тұран Мағдай деген эпитет арқылы оқысын маған қазақ азаматтарына сипаттаған ұнады. Алайда Олжан Галашукин өзі ойлаймыз. Дұрыс ойласақ, қуаттағышымызды көтерейік, бізде қуаттағышпен бағалаймыз. Егер 100% дұрыс болса, 100% оған қуаттағыш, 75% болса, біреу 75% еді, біреу тоған қуаттағыш деді, 100% тамаша отырамыздар. Рахмет. Екінші деңгей шкалаңыздар. Келе ғой. Қандай сұрақ берілген екен? Драманы жазудағы автор идеясы қандай? Драманы жазудағы автор идеясына тоқталатын болсақ, Шерхан Мұртазаның Бесеудің хаты атты драмасындағы автордың идеясы ел басына түскен азапты күндер, қолдан жасалған аштықтан қырылған 2 миллион халықтың тағдырын көрсету деп ойлаймыз. Драматург сол кездегі өкімет басшылар мен олардың жанындағы адамдардың бейнесін жан бере суреттеп, қасіретті қолдан жасалған Сталиннің қатыгездігін қолдаған Голощекиннің күтір-қос әрекетінің бейнелеген деп ойлайсыз. Қуаттағышпен бағалайық. Бағалайық. 100% еді, 100%. Неге 75%? Тағы не қосар еді? Аз сияқты көрінді. Жақсы, рахмет. Теңіздер. Үшінші деңгей. Бізге берілген ол драмадағы тарихи құндылықтардың бүгінгі күндегі маңызы. Қандай маңызы бар екен? Драмадағы тарихи құндылықтардың бүгінгі күндегі маңызына келетін болсақ, өткен тарихымыздың ұрпағы арқылы біз бүгінгі күні жарқын болашақ жасай аламыз. Драмада 20 ғасырдың 32-33 жылдар болған ашаршылық бейнеленген. Туындыда аштыққа тіркеген қазақ қоғамы отбасының ойран болуымен, шаңырақтың шайқалуымен күнін ұстапты. Зарлаған ана, шығындаған бара, түнеріп өлексе сасыған қазақ даласын көре алды. Сізге сол жаңа әсер етті, баланың жылағаны жақсы, сізге? Хаттың авторлары, яғни ашаршылық қантынан айырылған қазаққа арша түскісі келген 5 саматтың ішінде Мансұр Атаулин жас тергеуші атылып, ал қалған төртеуі қуғынға түсіп аман қалды. Бесеудің хаты шығармасы қазақ зиялыларының ел ішінен бұқараны ойлайтын, ел тар қапастан алып шыға алатын қуатты жастардың, білімді азаматтардың бар екендігін дәлелдейді. Қазір бар ма сондай жастар? Бар деп. Жақсы, сіздің ойыңыз? Біз өз ойымызды қорытындылай келе, болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді деген сөзді айтқымыз келеді, себебі біз өзіміздің жарқын болашағымыз үшін, 38 жылдардың кебін кимеуіміз үшін біз өз бірлігімізді, татулығымызды сақтап қалуымыз керек. Сонда ғана біз бірлігі, мықтылығы жарасқан нағыз ел боламыз, жарқын болашаққа бірге қол жеткіземіз. Дұрыс па бағалап кетейік? Қуаттағышымыз 100% дейді. Рахмет, отырамыздар. Жақсы балалар. Енді бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізді айтсақ, не білдік бүгінгі сабақтан? Не білгілеріңіз келеді және ұсыныстарыңыз? Бүгінгі сабақтан не білдіңіз? Көп тарихи фактылар білдім. Және Бесеудің хаты драмасын талдадым. Не білгілеріңіз келеді әлі болашақта? Қандай дүниені білгіңіз келеді? Болашақта тағы осы тарихи құнды драмалар оқуға. Тамаша, білгің келеді дейді. Қандай әсер алдыңыздар? Біз осы драманы талдау арқылы біз өзіміздің тарихымызбен қазіргі болашақ жастардың қандай әрекет ету керек екенін білдік. Тамаша, ақылдылар. Рахмет сіздерге. Қазір өзіңізді бағалау парақтарын өткізесіздер, сол бойынша да сіздер бағалайық. Үй жұмысы балалар, осы шығармадан алған әсерлеріңіз бойынша ой толғау жазып келесіздер. Жақсы, рахмет. Бұнда билетіңіздер, эмоцияларыңызды, сабақтан алған әсеріңізді. Бұнда өткіземіз және эмоциямызды береміз.
Қадырбаева Омарғалиқызының республикалық сайыстардың жеңімпазымын. Осы бірнеше жыл осы зертханамен бірге транспаляция жұмыс істеп келе жатырмыз. Бүгінгі сабағым бесіктің хаты шығармасының тарихи құндылығы сабақтың тақырыбы, сабақтың мақсаты шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтау және бағалау. Осы орайда және Қанипа Қадырбаеваның ой тастау ойлату технологиясы бойынша сабақтың өн бойында осы технология жүзеге асты және таза тақта стратегиясымен жүргіздім. Сонымен қоса саралау деңгейлік тапсырмалар берілген, әр оқушыға тапсырмада саралау тапсырмалар берілген, мысалы жаңағы прожектор әдісі, одан кейін жеке жұмыста ой моншақ X0 деген ойын әдістері арқылы саралау деңгейлік тапсырмаларды жүргіздім. Енді жаңағы ой тастау ойлату деген кезде сабақтың басына бастап қабырғада ой шарлау әдісі болды. Одан кейін топқа бөлудің өзі бүкіл сабақты жүзеге асқан сәтте сабақтың тақырыбымен қатысы болды. Яғни хаттың өзі хат арқылы топқа бөлінді. Содан кейін барып дөңгелектер тапсырмасы сұралды. Әр тапсырмада қалыптастырушы бағалар жүзеге асып отырды. Яғни байланыс қол ишарасы арқылы, ұнаған ұсыныстар арқылы, қызықты құнды ақпарат арқылы, от шашу арқылы жүзеге асып отырды. Және көріп ақпараттар берілді. Сабақ мақсатқа жетті деп ойлаймын. Сіздердің пікірлеріңіз қандай пікірлеріңіздер? Бүгінгі сабағымыз өте сәтті деп ойлаймын. Мен 8-ші мектепке шейінгі қазақ тілі әдебиеті мұғалімі, Арай мұғалім айтады ғой енді, әрбір сабаққа кіргенде адам не алып кетеді дейді, абайдың сөзі бар ғой. Тегіз үш өмір берген айналыстыңыз, сондай сабақ көрдім, мақсатыңызға жеттіңіз. Үлкен рахмет сізге. Өте жоғары, жақсы эмоция, күшті көңіл-күй, ақылды бала, жағымды сөз, әдемі мұғалім, көрген көрінісім осы. Рахмет сіздерге. Айтатын ойларыңыз болса, содан кейін қазір біз қалған кезінде сіздер осы сабақты талдап пікірлеріңізді білдіресіздер. Бар ма ойларыңыз? Жақсы, мен мейлі қазақ әдебиеті мұғалімі мектеп сабағымыз жалпы жақсы өтті. Мен өзім уанышты қазір осы тақырыпты жүрдім. Мақсат алған мақсатымызға жете білдіңіз деп ойлаймын. Және әдіс тәсілдеріміздің бәрі балаларға белгілі орнады. Балаларымыздың барлығы 100% қатысып өтеді. Бір жақсы жаңа қалыптастырушы бағалауларыңыздың өзі сіздерге 10-шы класстың өзінің жас ерекшелігіне, деңгейіне сай болды. Біз мұғалім ананы қолданған жоқсыз, мысалы соның бәрін қарап тұрып, мен өзім өтіп жатқан тақырып болғаннан кейін маған өте таныш және қызықты өтті сабағым. Мақсатымызға жете алдыңыз. Еңбегіңізге табыс тілеймін. Сертификат Төлеуқоңыр Жадыра Құнанбаевнаға беріледі.